Сол енді мына Сирияға кеткен азаматтар, ел азаматтарының барлығы айтып отырмыз ғой, ешқайсысында діни ұлттық иммунитет болмағандығы үшін. Неге жоқ? Мәселе сол ғой. Оларда неге осы күнге дейін сол иммунитет болмады? Кеңес үкіметінің уақытында дінге өте қатты бір шектеулер болды. Мешіт медреселер жабылды. Дін білетін имам молдалардың барлығы өкінішке орай атылды, сүргінге жіберілді, сауат білетін барлығы. Енді қарап отырсақ, 80 жылдардың соңынан бастап жемендеп дінге деген кішкене еркіндік беріле бастады. Сол кезде белгілі ғой, Наурыз мейрамын тойлау қаншама жылдардан бері тыйым астында еді. Одан кейін кейбір медреселерде діни оқу мәселесі көтеріліп, қазақ даласында қайтадан кейбір жерлерде арнайы рұқсатпен мешіттер ашыла бастады. Енді ашылған кезде халық көрді, қаншама жылдан бері кеуде қуыс бос қалды. Кеуде қуыс бос қалғаннан кейін дін қолдарына қайтадан келген кезде халық діннің барлығын қадірлеп екі алақанына салып ұстап жүрді. Ал енді сол кезде кеудесі бос былайша айтқан кезде сондай халық иммунитет жоқ қой. Енді дінге еркіндік берілді тәуелсіздік алынған кезде. Енді шекаралар ашылды. Қазақстан басқа мемлекеттермен қарым-қатынас орната бастады. Емін-еркін кім қайда барам десе, қайда білім алам десе, енді сол кезде ата бабасынан, ата әжесінен, әке шешесінен, немесе сол ауылдағы молдадан сауатын ашпай басқа жаққа білім алғандар сол жақтың ауруын жұқтырып, сол 2000 жылдардан кейін Қазақстанға таси бастады сондай ауруларды. Енді сондай аурулар тастағаннан кейін оларға табиғи жолмен төтеп беру қажет енді. Енді олардың келтіріп жатқан мәселелеріне қарсы мәліметтер айту үшін білікті мамандар қажет, имамдар қажет. Кәдімгідей ғалым ғұлама деңгейіндегі, өйткені олар қаншама халықты адастырады. Оның ішінде көп, мысалы атын атайтын болсақ, атамайтын болсақ та белгілі, қазір осы подкастты көретіндер белгілі, Қазақстанда қаншама халықты, елді адастырған уағызшыларды барлығы уже біледі. Саид Бурятский дейміз, мысалы өзіміздің батыс өңіріне қаншама рет келіп мешіттерде уағыз айтып 2000 жылдардың бер жақтарында. Енді сол өңірдегі халықтың діни иммунитеті болмағандығы үшін, діни танымы болмағандығы үшін ақида негіздерін, бұл жердегі маңыздысы, ақиданың негіздерін білмегендігі үшін олар солардың артынан ерді кетті. Дәл сондай мәселелер өзіміздің оңтүстік аймақтарында да болды, неше түрлі уағызшылардың артынан ерген. Дәл сол секілді енді оларға қарсы тұру үшін осындай ғалым ғұлама имам ұстаздар, Алла разы болсын, қаншама еңбектенді. Соларға қарсы халыққа дұрыс вакцина беріп жатыр қазіргі таңда. Деп халық өзінің есін жинай бастады.